спорт министрлік жанынан қазір өте жақсы жағдайлар жасалып отыр. Бүгінгі күні Қазақстанда мүмкіндік бар. Спортшылар олар темекі тарту деген не екенін білмейді. Қазіргі құрамада ерекше көзге түскен ойыншыларды атап өте аласыз ба? Бұлар бәрі бұрынғы волейболистер емес. 2014 жылы спорт туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Пара Азия ойындарында жетістікке жеткен спортшыларға сыйақы төлейді. Жыл сайын осылай Қазақстанда жол көлік оқиғасынан 20 мыңнан астам адам жарақат алады екен. Оның ішінде 300 мың адам, мүмкін одан көп, мүмкін одан аз, осы мүгедектердің санатына қосылып жатыр. Бірақ ол өмірдің соңы емес. Мүмкін сіздің бұрынғы қызылды жасылды өміріңіз көз алдыңыздан бұлбұлдай ұшып, коляскаға таңылып, немесе таяқпен жүріп, белгілі бір адамның қолдауына мұқтаж болып қалып, өмірден түңіліп кетуге сізге әлі ерте. Мүмкін өмірде сіздің жетістік жолыңыз осы сәттен басталатын шығар. Өмірден үміт үзуге болмайды, себебі біздегі жалғыз жұмақ жердің беті. Ал біз әр күнімізді жұмаққа айналдыру, ол біздің өзіміздің қолымызда. Армысыз оқырман, бүгін сіздермен өте ерекше тақырып, ерекше тұлға, ерекше спорттың түрі параволейболдан отырып ойнау спорт түрінің бас жаттықтырушысы, Қазақстанның ұлттық федерациясының мүшесі, ұлттық спорт федерациясының мүшесі Бауыржан Тахауов мырза қонақта. Бауыржан аға, қош келдіңіз. Өзіңіздің саналы, парасатты, жастарға үлгі боларлықтай 30 жыл өміріңізді спортқа арнаған осынау саналы ғұмырың, салиқалы ғұмырыңызды осы экранның ар жағындағы дені сау да, жарымжан да, әрбір жанға үлгі болатындай етіп бүгінгі хабарда жеткізіп берсек. Жалпы спорт паралимпиада, яғни волейболды отырып ойнау қазіргі таңда қай деңгейде жүріп жатыр, және де сіз осы спорт түріне қалай келдіңіз, неліктен осы спорт түрін таңдадыңыз? Көрермендерге соның бәрін кеңінен айтып берсек. Ассалаумағалейкум баршаңа. Бүгін мына Рамазан айы баршаңыздың, осы қазақ халқының ораза ұстап жатқан жандардың оразалары қабыл болсын. Осы волейбол спортымен енді 30 жылдан асты. Өзімізді спортшы, паралимпиадалық спорттың түрі, соның ішінде осы волейболды отырып ойнау. 30 жылдан астам бері шұғылданамын. Өзіміз ойнадық кезінде. Енді 22 жасымда мен негізгі бірінші маманым теміржолшы болған. Теміржол техникумын, Алматыдан теміржол институтында оқығам. Сол 90-шы жылы 22 жасымда жұмыста жүргенде өндірістік зақым алдым. Производственный травма. Сол 22 жасымызда сол вагон өтіп кетіп, сол жаңағы авариядан мына оң аяғымды сол жаңағы вагон өтіп кетіп кесуге, ампутация жасауға мәжбүр болдық. Сол 90-шы жылдар енді аумалы төкпелі уақыт қой. Жаңағыдай қиындау уақыт. Сол 94-ші жылы телевизордан көріп жүрдім. Сол ол кезде Ақтау қаласында тұрам, станция Маңғышлақта. Өзім бір жағынан теміржолда жұмыс жасап жүрдім. Сол авариядан кейін де жаңағы сол диспетчер болып жұмыс жасадым. Негізі электромеханик болып жұмыс жасағам. Сосын сол 95-ші жылы, сол 92-ші жылы Маңғыстау облысында жігіттер ұйымдастырған. Негізі біздің отырып ойнау волейболды Қазақстанда 87-ші жылы ауған соғысының ардагерлері құрған. Осы Алматы қаласында. Сол жігіттер ұйымдастырып, 92-ші жылы сол Ясенгіде жеңімпаз болып алған. Осы жерде марқұм өмірден өтіп кетті. Қамысов Арысбек деген азамат, Суббота Юра, Хохлов Сергей деген осы былтыр жылы қайтыс болды. Сол жігіттер ұйымдастырған. Бірінші жаттықтырушымыз Қазақстан атақты әлемге әйгілі волейболшы Сауранбаев Жәнібек Нығметұлы ағайымыз болды. Сол ұлттық құраманы сол 10 жыл жаттықтырды. Спортқа сол Маңғыстауда жүріп, сол 25 жасымда, 26 жасымда сол спортқа, паралимпиадалық спортқа келдім. Енді өзімізде студент кезімізде жаңағыдай футбол ойнаймыз, волейбол ойнаймыз. Мектеп кезінде енді ондай қатты не болған жоқ та, осы спортқа сол
Маңғыстау облысынан бастадым. Жалпы біздің Қазақстанда осы паралимпиаданың және де осы отырып ойнау волейболының дамуы қалай? Бүгінгі күні жақсы көтеріліп дамып келатқан спорттың түрі. Мына өздеріңіз енді естіген боларсыздар, 23 жылы Астанада бірінші рет халықаралық деңгейде Азия чемпионаты өтті отырып ойнау волейболынан. Сол жерде осы өткен жылы Парижде өткен паралимпиада ойындарына жолдама берілетін болған. Сол финалға шыққан командаға. Енді Азия, осы әлемде 78 команда бар, 70-тен астам команда. Сол паралимпиадаға сол Қытай командасымен жаңа лицензияға таласып жолдамаға, сол осы жерде Астанада жекпе-жек сарайында ұтып, сол жеңіске жетіп, былтырғы жылы сол Парижде өткен паралимпиадаға 28 жыл дегенде қатыстық. Негізі команда 96 жылы Жәнібек ағайымыздың жаттықтыруымен кезінде барған болатын. Енді ол кезде 12 команда, қазір 8 команда қатысады паралимпиада ойындарына. Осы соңғы 2008-ден бері қарай 8 команда қатысады. Сол 8 команданың жаңағы 4 құрлыққа беріледі. Жаңағы Азиядан, Африкасы бар, Америка, Европаға. Содан кейін жаңағыда әлем чемпионы ретінде бір лицензия беріледі. Сол 8 жолдама беріледі. Сол бір жолдама сол біздің команда жаңағыдай өздерінің еңбектерімен қол жетіп, сол былтыр өткен паралимпиада ойындарында сол 8 команда аралығында сол 5-ші орын үшін таласта Бразилия командасын ұтып 5-ші орын алды. Ол бірінші паралимпиадасы. Алла жазса, келесі 28-де өтетін паралимпиада ойындарында жігіттер жоғарыдан көрінеді деп ойлаймын. Алла қаласа, ол бәрі де еңбекпен келетін нәрсе. Қазақстанда жалпы осы параволейболдан, яғни отырып ойнау спортынан, осы сіздердің салаларыңызда қанша команда бар? Қазіргі уақытта қанша команда ойнайды? 2018 жылы бірінші рет, бұрын енді ондай болған жоқ. Сол паралимпиадалық комитеттен және спорт министрлігінен аккредитациядан өтіп, республикалық федерация құрылды. Сол республикалық федерацияның бүгінгі күні президенті, парламент мәжілісінің депутаты, өзі волейболшы ағамыз Тұрғанов Дүйсенбай Нұрбайұлы ағамыз. Ол осының бүгінгі күні осы біздің спортымыздың дамуына үлкен жағдай жасап отыр. Үлкен көмегі бар. Сол республикалық федерация құрылды. Және де бүгінгі күні 12 өңірде филиалдар ашылды. Енді сол әр өңірде, әр облыста ашылып жатқан волейболды жаңағы филиалдарды, сол негізінен біздің волейболды аяғынан зақым алған спортшылар ойнайды. Сондықтан отырып ойнайды. Сондықтан сол өңірден жаңағы спорт клубтары ашылды кейбір облыстарда. Сол енді тек паралимпиадалық спорттың түрінің тек волейбол емес, бірнеше түрі бар ғой енді. Жеңіл атлетикасы бар, жүзуі бар. Бірақ біздің волейболға жаңағы аяғынан зақым алған балдардың арасында соны ұйымдастырып бастады. Қазір бүгінгі күні сол Қазақстан чемпионатына 8-9 команда қатысады. Енді бұл жерден айтатын мәселе, ең негізгі мәселе, мен өзім осы волейболды 30 жылдан, жаңа сөздің басында айттым, 30 жылдан бері келе жатырмын деп. 2002 жылы Қазақстанда 300-ден астам мүмкіндігі шектеулі адамдар болатын болса, әртүрлі жастағы, әртүрлі санаттағы категориядағы. Бүгінгі күні 800 мыңнан астам. Солардың қазір 15-20% балалар. Жастар. Балалар, жастар. Енді сол балалардың осы қоғамнан өзінің орнын табу үшін, солардың денсаулығын нығайтып, соларға негізгі мақсат соларды көмектесіп, осы спорт арқылы сол денсаулықтарын нығайтып, жаңағы осы бір көзқарастарын, өмірге деген көзқарастарын өзгертуге үлкен жұмыс жасалып жатыр деп есептеймін. Сол негізгі мақсатымыз, мықты спортшы шықпаса да, сол балдардың денсаулығын нығайтуға бір кішкентай септігіміз тисе, рухтарын оятуға септігіміз тисе деген негізгі ойымыз сол.
және де өзіміздің волейболды дамыта беру. Енді қазір қарап отырсаң, өмір өте жеңіл да. Барлығы дайын, барлығы бар. Жастар қазір дене қозғалысына қараған дене қозғалысын көбірек уақыт бөлгенге қарағанда дене қозғалысына жата бергенді, телефон қарағанды да дені сау адамдардың өзі соны қалайды негізі. Бәріміз де сондаймыз. Ол ерік жігері мықты деп айтады ғой кейбір адамдардың, иә. Осы салаға енді жастардың келу қарқыны қазір қалай, сіздерді іздеп тұрып келеді ма, немесе бір белгілі бір телеарналарда болсын, бір хабарламалар беріп, я болмаса бір ауылдарға шығып айтып деген сияқты сондай таныстырылымдар жасайсыздар ма жалпы да? Енді осы паралимпиадаға отырып ойнау спортына, волейболына іріктеу қалай жүреді сіздерде? Қалай келсек болады? Енді мысалға осы жерде көрермендердің арасында сол балалар болуы мүмкін да? Олар сіздермен қалай байланысады, қалай келу керек, қандай критерийлері бар деген сияқты сол жөнінде де тоқталып айтып кетсеңіз ашық түрде. Негізі біздің волейболда негізінен аяғынан зақым алған балдар. Аварияға түскен Аварияға өмірдің бір түсетін, қандай иә, да. немесе бір аяғынан қысқа болады, жаңағы Туа бітті, туа болды, бітті, иә. приравен к ампутанту жаңағы. Енді көбінде енді авария бүгінгі күні осы машиналарда, көліктерде өте Иә, қозғалыс көлік көп қой, екі қозғалысы. күннің бірінде сол авариялар болып жатады. Сондайдан аяқтан зақым алады, бывший спортсмендер болады деген сияқты. Бірақ негізгі мақсатымыз жаңағы жас балдар, кішкентай балдар бар. Сол балдарды кішкентай кезінен дайындасақ спортқа, үлкен сол балдар болашағы жақсы болады. Соларды спорт арқылы денсаулықтарын нығайтып, одан қалды осы біздің волейболды үйретсек дұрыстап. Ол үшін барлық облыстарда, қазір көп облыстарда спорт клубтары бар. Мүгедектер спорт клубы. Соның ішінде таңдаған спортына келеді. Зағип жандар арасында парадзюдо бар, басқа да жеңіл атлетикалар, жүзу бар. Сол сияқты мына есту қабілеті төмен балалардың арасында да жаңағы бөлек осындай қоғамдар бар. Солардың арасынан жаңағыдай сондай балдарды тартуға болады спортқа. Және паралимпиадалық спорттың түрі болған жерде оған зағип жандармен және тірек қозғалыс жүйелері зақымданған спортшылар. Ол мына аяғынан, қолынан зақым алған балдар. Жаңағыдай ұлдар, қыздар, сол балдарды осы спортты өзінің таңдаған спортына тартамыз. Одан қалды соның ішінде волейболға аяғынан зақым алған балдарды. Сол балдар әр регионда горсовезден және жаңағы медициналық сараптау не бар ғой, ФТЕК жаңағы. Сол жерден жаңағы врачтардан сұраймыз. Және де біздің тәжірибемізде мына өзіміздің мына облыстық больницалардан әр өңірде солармен біз тығыз байланыста отырамыз. Өзіміздің өңірде тұрып, мен өзімнің өмірім жаңағыдай тәжірибемді айтып отқаным. Соны облыстық больницада еститін болсақ, сондай балдар түсіп қалды, авариядан аяғын кесіп тастады деп, сразу шәкірттеріме айтамын, барып ана баланы біріншіден ештеңе жоғалтқан жоқ. Сен сол екі аяғыңмен баспаған аяғыңды, жеріңді бір аяқпен да басасың. Сен спорт арқылы сен ойлаған мақсаттарыңа жетесің, денсаулығыңды нығайтасың деп сол баланы кішкене психологически кішкене көмек беріп, сондай балдарды спорт залға алып келеміз. Ата анасымен сөйлесеміз, жаңағы психологиялық барлық жағынан қолдау көрсетеміз. Қолдау көрсетеміз міндетті түрде. Сол балдарды бір қоғамнан жаңағыдай бір жақсы белгілі бір тұлғасы ретінде орнын таба алатындай жағдайға жеткізсек, бұл істеген ісіміздің нәтижесі деп білемін. Жас шектеуі? Жас шектеуі жоқ. Біз енді 12 жастан, 14 жастан бастап спортқа шақыра аламыз, үйрете аламыз. Ол ана кішкентай кезден келсе денесі икемде болады. Содан сол 40 жасқа дейін, 45 жасқа дейін ойнай алады волейболда. Негізі бірақ сол 14 пен сол 25-тің арасында болса, жастар өте жақсы болар еді. Одан кейін енді денесі қатып кеткеннен кейін оны да жаңағыдай бейімдеу үлкен жұмыстар болады. Ал енді мысалы қызық сұрақ та, кейбір кісілер, өзіңіз шамаласыз, өзіңізден үлкен кісілер ойлауы мүмкін де, енді өмірде болады адамның құштарлығы кеш оянып жатады кейбір адамдардың, иә. Мысалы өмір бойы жаңағыдай бір өмірдің кезеңдеріне түсіп қалады да, бірақ үйде, үй шаруасымен деген сияқты отырып қалады, коляскада отырып қалады, енді әртүрлі жағдайлар болады ғой өмірде. Бірақ енді жасы оның 50-де болады, немесе 60-қа жақындап қалған болады, бірақ қатты келгісі келеді. Ол адамдар бірақ жарысқа бармай сіздерге қатысып жүруге болады ма? Міндетті түрде ардагерлер арасында біздер чемпионат өткіземіз. Ол Қазақстан ішінде ме? Қазақстанның ішінде. Мына ең бірінші ұйымдастырған қазір Оралда тұрады, Озон Шаймарданов деген азамат.
сол жігіт осы ардагерлер арасында бірінші чемпионат, қазақстан чемпионатын ұйымдастырды О, Орал қаласында. Керемет. Сол өзіміздің жолдас жігіт, кезінде сол Маңғыстауда бірге бәріміз волейболды бірге бастадық. Командалық спорттың түрі болған жерде, бұл жерде жаңағыдай жас ерекшелігіне Шектеу жоқ. шектеу жоқ. Енді бірақ ұлттық құрамада ойнайтын спортшылар сол 40-45-ке дейінгі ең. Ар жағында енді Олар енді дүниежүзілік жарыстарға дүниежүзілік жарыстар, олар енді все-таки адамның уже дайын, жас кезден келе жатыр, дайындалып, енді уже возраст келген сайын, жас келген сайын адамның реакциясы да азаяды. Сондықтан ардагерлер арасында Қазақстан ішінде чемпионатта қатыса алады. Ол тек волейбол емес, басқа да спорт түрлерімен енді әркім өзін спорт денсаулық кепілі ғой, енді сондықтан міндетті түрде өзінің жүзуге де баруға болады, басқа да спорттың түрлеріне баруға болады. Енді көптің көкейінде жүретін белгілі бір сұрақтар болуы мүмкін. Мен осы параволейболға барғанда, отырып ойнау спортына барғанда бізге мемлекеттік қолдаулар жасалады ма? Біз ол жақтарға мысалға жарыстарға қалай барамыз? Біздің киімдеріміз енді сананы тұрмыс билейді дейді ғой, бәрібір айналып келген кезде сондай сұрақтар болуы мүмкін. Енді қазіргі уақытта сіздерге мемлекет тарапынан қолдаулар көрсетіледі ма, немесе арнайы демеушілеріңіз бар ма? Бұл саланы енді қарқынды дамыту үшін де бәрібір қаражатқа келіп тіреледі. Осы жөнінде кеңірек айта кетсек, бізге тек келсеңіз болды, біз ары қарай өзіміз барлығын қамтамасыз етеміз деген сияқты да, олар енді сеніп келетіндей. Осыған кеңінен тоқталып кетсек. Бұл спорт министрлік жанынан қазір өте жақсы жағдайлар жасалып отыр. Және де әр өңірде, жаңа сөздің басында облыстарда спорт клубтар бар. Егер сол спортпен шұғылданғысы келетін балалар болатын болса, ол балаларға өзің таңдаған спорт арқылы спортпен толық дайындалатын бүгінгі күні Қазақстанда мүмкіндік бар. 2014 жылы спорт туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 2014 жылы. Сол жерде мына олимпиадалық спортқа жеткен спортшылармен бірдей сыйақы алады. Олимпиада, если паралимпиадада сол манағы спортшы сол белгілі бір жетістікке жетсе, сол бірінші, екінші, үшінші орын алса, олимпиадалық спорт түрінен дені сау спортшылар арасынан алған айлықты, жаңағыдай премияны беретін сыйақыны, оны паралимпиада ала алады. Бұл үлкен бір жақсы, осы спорттың дамуы 2014 жылы бұл үлкен бір серпін берді. Содан кейін спортқа келуі де енді біріншіден жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой, қаражат мәселесі деп. Сондықтан бұл өте бір жақсы стимул болды спортшылар үшін. Енді біздің осы отырып ойнау волейболы Қазақстан жаңа сөзімде айттым, 87 жылы құрылды ғой. 92 жылы СНГ-де жеңімпаз болды. 94 жылы Азия ойындарында Қытайда жеңімпаз болды. 98 жылы аяғында, 99-ның басында Таиландта өтті Паразия ойындары. Сонда мен өзімде ойнадым, ұлттық құраманың сағында. Сонда Жәнібек ағайымыз, Жан Сауранбаев, ол кісі бас жаттықтырушы, сол кезде жеңімпаз атанды тағы да Қазақстан ұлттық құрамасы. 2002 жылы Пусанда өткен, мына оңтүстік Кореяда өткен Паразия ойындарында біздің команда финалға шығып, Япония командасына күміс жүлдегер атанды. Содан кейін уровень жаңағы кішкене түсіп қалған. Сол 2009 жылы жастар арасында әлем чемпионатында қола жүлдегер атанды. Бүгінгі күні ұлттық құраманың негізін Атырау облысының спортшылары құрайды. Оны да қазір соңынан айтып кетермін. Және Қызылорда облысының спортшылары. Маңғыстаудан бар қазір 1-2 спортшы. Сол Қазақстан чемпионатында сол бірінші орынды 13 жыл қатарынан Атырау облысының спортшылары, екінші орынды Қызылорда, үшінші орынды Маңғыстау облысы алып отыр. Енді жаңа сіз қолдауларды айтып отырсыз. Қолдаулар бар. Мына біздің Атырау облысының облыс әкімі Шәпкенов Серік Жамбылұлы біздің осы волейболшыларға бөлек қазір облыс спорт басқармасынан тапсырма беріп, жаңа әлемдік деңгейге жеткеннен кейін үлкен жаңағы жігіттердің айлығын көтеруіне бірден бір себепші болды. Және де Нұрдәулет Игілігұлы болу керек, Маңғыстау облысының әкімі. Ол кісі де сол осы параволейболдың федерациясының президенті. Сол әр облыс. Және де осы жаңа мына біздің республикалық федерацияның басшысы Дүйсенбай Нұрбайұлы ағамызға көп рахмет айтамыз. Ол кісі әрдайым сол мына демеушілермен, үлкен компаниялармен сөйлесіп, осы 23 жылы өткен Азия ойындарында мына
ошо Теңгишевройл компаниясы үлкен бизге жакшы көмөк жасады. Және де осы Қазақстанда мына әлемдік банк Сити банк үлкен жағдай жасап отыр. Сол жаңа спорт біздің волейболдың дамуына, жаңа экипировка мәселесінде де одан қалды, жаңа енді инвентарлар алып беріп, жаңа спорт министрлігі және де біздерде мына ұлттық құрамаға енген спортшылар бар ғой, соған бізде Астанада республикалық мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы бар. Және де мына біздің паралимпиадалық спорттың президенті Қайрат Сәбитаевич Боранбаев. Ол кісі сол 2012 жылы бастады. 2014 жылы мына Астанада спорттық жаттығу орталығын салды, паралимпиадалық. Астанада өз қаражатына. Сол жерде жататын орны да сол жерде, тамақ ішетіні және спорттық жаңағыдай залдар да сол жерде. Өте жақсы. Енді алдағы уақытта сол жаңағы игровой, жаңағы ойын залын салу керек. Сондай жоспарлары бар. Сол үлкен жағдай жасалды біздің командалар үшін. Және спорт министрлігі жағынан үлкен жағдай жасалып отыр бүгінгі күні бізде. Өмірде шектеу жоқ қой. Өмірде шектеу жоқ. Айналсам деген адамға, спортқа барам деген адамға, жетістікке жетем деген адамға тек қана сол жолда жігерің жетсе. Ал енді осы сіздердің құрамада, қазіргі құрамада ерекше көзге түскен ойыншыларды атап өте аласыз ба? Жақсы ойнап жүрген, оларды көпшілікке көрсетейік осы жерде. Командалық спорттың түрі. Командалық спорттың түрі болғасын бұл жерде команда барлығы бірге ойнайды. Бірақ солардың ішінде Ерасыл Әбдібек деген паралимпиадаға 18-ге толмай қатысты. Былтырғы өткен Париж олимпиадасына. Және де бізде 2012 жылы осы мына оңтүстік Қазақстан Жетісайдан соны алып келіп, аяғы сол 7-8 класс оқып жүргенде ме мотоциклден құлап аяғына бутация жасаған. Бұрын енді үй шаруашылығында жүрген бала ғой. Сол баланы әкеліп өзіміз дайындадық, 20-дан асқан жасы сол кезде. Сол баланы 88 жылғы жігіт қой, енді 2012-де жаңа 24 жаста ма? Сол баланы әкеліп дайындадық. Намуратов Пердебай деген. Сол бала кеше, сол жігіт, сол спортшы кеше осы өткен паралимпиада ойындарында бір ойында ең көп жаңағыдай ұпай жинаған спортшы болып әлемдікте бір ойында 32 ұпай алды. Біз Босния Герцеговинамен 3-2 ойнағанбыз. 24 жаста келіп 36 жаста жетістікке жетті. Сол бұрынғы бұлар бәрі бұрынғы волейболисттер емес, соның бәрін әліппесінен бастап үйреттік. Бәрі сіздердің үздіксіз жаттығудың арқасында сол нәрсеге өзіне қол жеткізді. Және де енді әр ойыншының мына бізде волейболда терминде амплуа дейді. Әр ойыншының біреуі пас беруші, біреуі жақсы подача, біреуі атакующий, біреуі блокирующий, жаңа блок жақсы қояды, біреуі жақсы. Сол бойынша біз жаңағыдай өзгертіп отырамыз, ойыншыларды ауыстырып отырамыз. Кімнің жаңа блогы кішкене қателіктер кетіп жататын болса, уақытында ауыстырып, мына жерден заменде болған уақытта түсіндіріп қайтып кіргізіп, сол әр ойыншының өзінің жаңағыдай амплуасында ойнап шығады. Волейболды бізде өзім айтып отырғаным, либеро бар, допты қабылдаушы, ол артта жаңағыдай астана қорғаныста ойнайды. Жаңағыдай осындай нелер, сондай жаңа айтып отырғаным сөзімнің басында, кішкентай балалар келетін болса, жас балалар икемде болады. Сондықтан кішкентай балалардан бастаса, қазір 2 бала шақырып отырмыз. Осы күні кеше маған жаңағыдай сообщение жіберіп отыр. Ағай, мен келейін дедім. Хансұлтан деген бала, оңтүстік Шымкенттен. Және бір бала Астанадан, Даниял деген бала. 11-12 жастағы балалар. Аяқтарынан кішкентай, біреуі КамАЗ басып кеткен, біреуі тағы да сондай өзінің есімен жаңағыдай. Сондай балалар болатын болса, осыны тыңдап отқан, передачадан көріп отқан ата-аналар болатын болса, сол балаларды жаңағыдай сол өздерінің жергілікті жаңа спорт мектептеріне, клубтарына алып барса, одан ары қарай біз Атырауға шақырып, Атыраудан да ұйымдастырып, сол балаларды жаттықтыруға біз толық мүмкіндік бар. Бүгінгі күні Атырау облысына осы күні кеше 3 ай бұрын Алматыдан 3 бала келді. Жаңағы Қарақалпақстаннан бір қазақ бала, өзіміздің бауырымыз келді. Және де осы Атыраудың басында жас балалар жинастырып, қосымша біз қазір жаңа резерв дайындап жатырмыз.
сондай бүгінгі жұмыс жасаушылар сол спортта осы волейболды дамытуға Қызылорда облысынан жақсы жұмыс жасап жатыр. Ерік Қасқабаев деген бір жағынан сол ұлттық құрамада ойнайды, бір жағынан жаттықтырушы. Екінші жаңағы мына Жамбылдан, Тараз қаласы, Жамбыл облысы жақсы жұмыс жүріп жатыр. Және де бірінші рет осы айдың осы 4 күннен кейін 30-ына бірінші рет әйелдер командасын құрып, Қазақстан кубогын өткізгелі отырмыз. Әйелдерге деп Иә, әйелдер командасын. Бұл да әйелдер командасы Қазақстанда былтыр алдың жылы 23-те өткен Азия чемпионатына қатысты бірінші рет Астанадан. Енді басқа облыстар жоқ, бірінші рет кубокқа 4 команда қатысқалы жатыр. Ол да сол аяғынан зақым алған қыз балалар болатын болса, оларды үйретуге дайынбыз. Тек қана ер балалар емес, бұл спорттың түріне қыз балалар да келе алады. Яғни оларға да арнайы команда жасақтап жатыр екен, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Ендігі бағана біз қолдаулар жайлы айтып кеттік. Әрбір облыста жағдайларын жасалып жатқаны, спорт мектептерінің бар екендігі, олар келген кезде тек қиналмай спортқа бейімделіп, жаттығып, дайындалып, әрі қарай жарыстарға қатыса беретіндігі, немесе өздері күнделікті шынығатындығы туралы барлығын айтып кеттік. Енді әрқашан көкейде тұратын сұрақ болады. Бұл спортшылар айлық ала ма? Бұл спортшыларға егер құпия болмаса, қаншалықты көлемде айлық төленеді? Егер де сіздерге келіп, үнемі уақыттарын арнайтын болса, оларға сол белгілі бір мөлшерде табыс табу мүмкіндігі болады ма? Болады. Осыған тоқталып кетсеңіз. Сөзімнің басында айттым ғой, мына ұлттық құрамаға кірген спортшыларға қазір министрлік тарапынан біздің спорттық даярлау орталығы Астанада, сол жерде спортшыларға 300 мыңнан астам айлық төлеп отыр әр спортшыға, ұлттық құрамаға. Және де жергілікті спорт клубтардан, жергілікті облыстардан одан бөлек төленіп отыр. Сонда енді қазір мына қаулымен, үкіметтің қаулысымен сол манағы белгілі бір ұлттық құрамаға енген спортшыларға жаңағыдай Қазақстан чемпионатында, олимпиадада, паралимпиадада, Азия ойындарында жетістікке жеткен спортшыларға сыйақы төлейді. Әр өңірде бар сондай. Үлкен мөлшерде әр облыстың енді өзінің бюджетіне сай өздері төлеп отыр. Бізде Атырауда өте жақсы төленіп отыр қазір. Қызылордада төлеп отыр. Енді басқа облыстар әр облыста қанша төлеп жатқанын білмеймін, бірақ жақсы төленіп отыр. Сонда өздерінің отбасын қамтамасыз етуге толық мүмкіндіктері бар бүгінгі күні. Одан да ары қарай мына ұлттық құрамаға кіріп, ұлттық министрлік тарапынан төленетін әлі де жоғары айлықтарын көтереді деген ойымыз бар. Ол бастамасы ғана. Бұл тек бастамасы ғана. Енді айттым, Қазақстанда тек осы 2014 жылы спорт туралы заңға өзгерістер енгеннен кейін үлкен бір жақсы толқу болды, жақсы серпін болды. Қазір спортқа келуі, паралимпиада спортшылардың келуі өте жақсы деп айта аламын. Енді біз бұл спорт түріне көптеген қолдаулардың бар екенін, бұл спорт түрінің қарқынды дамып жатырғанын барлығын білдік. 30 жыл өмірін осы параволейболға отырып ойнау спортына арнаған, осы спортта ізіңізден ізбасарлар дайындауға арнаған өміріңіз барлығын жасап келе жатырған Бауыржан ағайдың көбісі жеке өміріне қызығуы мүмкін. Бауыржан ағай жалпы кім, қандай жан, отбасы, балалары, немересі, оларды қандай, спорттан бөлек қандай жетістіктерге жетті? 22 жасында дедіңіз, жаңағы жағдайдың болған. 22 жасында жұмыста жүріп, бір аяқтан айырылып, бірақ оны өмірдің қиындығы деп қабылдамаған Бауыржан аға спорттан бөлек өмірде қандай жетістіктерге жетті? Осы жөнінде кеңірек айтып берсеңіз, ол біздің оқырмандарға үлкен мотивация болар еді. Қол аяғымыз сау болып жүріп, әлі бір ештеңе тындырмаған да адамдар бар ғой өмірде. Ал бірақ өмірде бұл жағдайдың бір аяқтың болмауының да кедергі емес екенін өзіңіздің аузыңыздан. Аллаға шүкір, сол 90-шы жылы аварияның сол жылы негізі мен үйленуім керек еді. Сол аяғымыз осындай болғаннан кейін, бір жылдан кейін протезімді кеп аяққа тұрғаннан кейін барып үйлендім. Жолдасым сол Атырау облысының.
сол Махамбет ауданы Сарайшық қаласынан. Содан кейін Аллаға шүкір 3 ұл бір қызымыз бар. Екі ұлым үйленді. Сол үлкен інім сол Атырау қаласында жұмыс жасайды. Сол силовой структурада. Сол екінші ұлым қолымда. Осы қазір осы 8 жыл болды. Осы Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған селосына көшіп келгенбіз 2016 жылы. 6 немерем бар. Аллаға шүкір. Үшінші ұлым қазір Америкада тұрады. Сол жақта жұмыс жасайды. Bir жағынан күреседі. Сол jiu-jitsu спортынан әлем чемпионы атанды. Балаңыз да спортқа Спорт саласында. Спорт саласында және де басқа да өздерінің таңдаған мамандықтары бойынша. Қызым сол мед колледжінде бітірді. Қазір сол осы тіс емдеу несі бар, сол жерде жұмыс жасайды. Дәрігер, тіс дәрігер. Тіс дәрігері. Сол балаларым Аллаға шүкір өздерінің жолдарын тапты деп ойлаймын. Енді өздері кәсіпкер, олар да уже ата-ана. Сондықтан ана аяғым жоқ деп ол өйтіп адам кедергі емес. Бірақ соны кедергіге балайтын да жандар бар. Қолыңыздар сау болып та жүріп, менің қолымнан ештеңе келмейді деп қол жайып отырады. Ондай да болады. Бірақ біз енді осы спорт саласында болған жерде бұл спорт адам баласының бірден бір психология жағынан да, қозғалыс жағынан да үлкен бір серпін беретін күш. Сондықтан спортқа міндетті түрде осыны хабарды тыңдап отқан ата-аналар болатын болса, сол манағы осындай бір мүмкіндігі шектеулі жаңа балалары болатын болса, спорт залға келсін. Тек өзінің таңдаған спорт арқылы, волейболдан басқа да өзі ұнатқан спорттар. Ол барлық өңірде бүгінгі күні бар. Соның ішінде егер волейболға келем десе, біз әр уақытта дайынбыз. Олар енді жаңа мамандығымды айттым ғой, бірінші мамандығым теміржолшы. Атынан осы физкультурный бітірдім. Атыраудың педагогический жаңа университетті. Әрі қарай осы спорт саласымен осы 30 жылдан бері осы салада жұмыс жасап отырмыз. Аллаға шүкір, жақсымыз бәрі де. Ешқандай бір уайым, өкініш ештеңе жоқ. Негізгі мақсатым, мен енді өзім намазхан адаммын. Негізгі мақсатым мына өзімнің басымнан өткен нәрселер сол кішкентай балаларға, осы бір жаңа сөзімнің басында айттым ғой, 800 мыңның астам баланың 10-15-20% балалар болатын болса, сол балаларға осы спорт арқылы денсаулығын нығайтып, қандай да бір ойлаған мақсатына бір жетуіне бір себепші болсам деген ниеттемін өзім. Сондай балаларға бір көмектесіп айтуға, осы спорт арқылы өздерінің денсаулықтарын нығайтып, бір белгілі бір мамандықтың иесі болуына бір серпін, бір жаңағыдай көмектессек деген мағынадамыз. Сондай балаларды көбірек жаңағы шақырсақ спортқа жақсы болады. Паралимпиадалық спорттың түрі бұл жаңағыдай атақты екі қолы жоқ, екі аяғы жоқ, өмірде шектеу жоқ деп. Сол кісінің несі бар ғой, жаңағыдай өзінің мақсатына, ойлаған мақсатына жетті ғой. Сондықтан ол бір аяқ, бір қол деген ол ешқандай емес. Даже мына зағип жандардың арасында да екі көзі көрмесе де пара дзюдо спортымен шұғылданады, жүзумен шұғылданады. Өмірге деген құлшыныстары өте керемет. Сондықтан ол енді адамның өзін осы қоғамда психология жағынан да өзін кәдімгі дұрыс дайындап, сол белгілі бір спортта таңдаған спорт арқылы үлкен мақсатқа жетуіне болатын. Тәннің мүгедектігі еш нәрсе емес дейді, егер де оны осындай спортқа, өмірлік мақсатыңа бейімдесең. Ал бірақ рухани мүгедек болудың да өзіндік қиындықтары бар. Спортшы, үлгілі ата, үлгілі жар Бауыржан аға қазіргі уақытта спортқа арнаған өмірін рухани өмірмен байланыстыра ма? Қандай кітаптар оқисыз? Немесе өміріңізде кітап жазу жоспарыңыз бар ма? Балаларыңызға, немесе жастарға спорттан бөлек, қозғалыстан бөлек осы жағынан қандай кітап оқығанды ұсыныс берер едіңіз? Кітап оқығанды жақсы көремін. Өзім осы
отровойна волейбол жөнінде бір жақсы өзім ойымда бар, көптеген ойымда бар. Осы Қазақстанда енді дамып жатқан спорттың түрі ғой. Осы отровойна волейбол жөнінде естеліктерімді, одан қалды осы спортты дамытуға бір кішкентай ғана үлесімді бір сол бәрін кітапқа жазып түсіргім келеді. Амандық болса ол да болар, уақыты келеді. Соған қазір кішкене дайындық үстінде жүрмін. Амандық болса көреміз уақытында. Бұйырсын. Енді одан бөлек мен көрген, мен зерттеген Бауыржан аға морж қазіргі уақытта суық суға түседі. Күн сайын өзі ғана емес, немерелерін, достарын апарып, бұл суық суға түсуге сізге не себеп болды? Неге келдіңіз бұл нәрсеге? Белгілі бір денсаулық жөнінен мазалады ма? Немесе сол спортқа суық судың байланысы қандай? Көбісі енді қорқады ғой, мысалға айтады да, маған суық тиіп қалады, ол қалай, адам денесін жылы ұстау керек. Мен білетін қоғамда 90% адам солай айтады. Суық суы несі деп айтады. Себебі мен өзім де білесіз, 6 ай болды қазір суық суға түсемін. Сіздің де қазір суық суға үзбей күнделікті түсіп жүргеніңізді көріп жүрмін. Соған тоқтала кетсеңіз, қандай өзгерістер болды сізге, қандай серпіндер берді? Осы мына былтырғы жылы мына паралимпиада өткеннен кейін енді бір әттеген ай болады ғой. Стресс болды. Иә, жаңағыдай сондай да бір не істедім бе, әлде жаңағыдай сол дайындық үстінде жүрді, кішкене мына ұйқының уақыты бұзылды деген сияқты бір аздап мына сахар көтерілген менде. Сол бір 12-ге дейін сол қазір Аллаға шүкір бәрі реттелді, төмен түсті. Мына ең бірінші, мына бүгінгі күні мынау Ахметбек Нұрсила дейтін ағамыз бар. Сол кісіге Алла разы болсын, көп рахмет. Ол кісі осы мына халықтың денсаулығын жақсарту үшін үлкен ізденіп, үлкен дәрігерлермен, жаңа атақты жақсы жаңа дәрігерлермен кездесіп, олардың еңбектерін жаңа басқа тілде, орыс тілде жазылғандар, ағылшын тілден соларды жаңа аудармаларын осы халыққа түсіндіріп, жан мен тән орталығын ашқан екен. Сол жан мен тән орталығында соның ішінде сол кісіге бардым. Январьдың сол 3 күні. Сол жерде жаңа сол кісіден жаңа лекциясын тыңдадым. Сол жерде жаңағы тыныс алу жаттығудың, мына тыныс алу жаттығуы біздің спортшылар үшін бірден бір керек нәрсе екен. Мынау екі аяғы жоқ спортшылар үшін тыныс алу жаттығуын жасап суға түссең, ана атақты Бубновскийдің несі бар. Сен 6-7 секунд суық суға түсіп шыққаның, сенің 4 километр жүгіріп шыққаныңмен бірдей екен, қан айналысыма. Соны көріп тұрып, менің өзіме және шәкірттеріме ол бірден бір керек нәрсе екен де. Мен сол үшін бүгінгі күні осы осы биылғы жылы январьдың 3-інде бастадым. Қаңтар айының 3-інде, содан бері қарай бір күн жаңағыдай үзген жоқ. Күнделікті өзімнің даже бір күн суға түспесем, таңертең түспесем, денеме бірдеңе жетпейтін болып тұрады сияқты. Аллаға шүкір, одан кейін суға түсіп шыққаннан кейін жаңа иммунитетің көтеріледі, аппетитің ашылады, керемет. Осыны көріп тұрып, біліп тұрып, мен не одан кейін айырылам, одан кейін. Енді тем более біздер спортшы ретінде де білеміз. Егер сенің иммунитетің жоғары болатын болса, сенің организмің бәрі денсаулығың жақсы болатын болса, өзімізде менің спортшыларымда нелерде ешқайсысы спортшылар, олар темекі тарту деген не екенін білмейді. Бірақ енді ол балаларыма постоянно айтамын, соңғы мынау кола, одан қалды мынау всякий газированный суларды, олардың бірде-біреуін ішкізбейміз, айтып отырамыз. Және біздерде дәрігерлер бар, жаңа врач-реабилитолог врачтар, солардың да міндетті түрде жаңа ішетін тағамы дейді, нутрициологтар, диетологтар өздері қойып береді, меню бойынша. Паралимпиадаға келеді спортшылар. Сондықтан соларды көріп отырып, мен неге өзім денсаулығыма пайдалы нәрсені көріп тұрып, мен неге одан отказ беруім керек? Сондықтан мына бүгінгі күні осындай халыққа түсіндіріп отырған мына Нұрсила Ахметбек ағамызға көп рахметімді айтамын. Осы орталықтан мен бастап үйрендім. Сол бүгінгі күні сол суға үзбей түсіп жүрген осы мәселе. Менің де түсінігімде, мені де көрермендерім, оқырмандарым жақсы біледі. Тауға шығамын, үнемі қозғалыста, спорт, би, дұрыс тамақтану барлығын 3 жылдан бері жаныма серік етіп алдым десем болады. Одан кейін осы жылы
суық суға түсуді бастадым. Енді қарап отырсаң, жетістіктің формуласы өте көп емес қой. Жетістікке жету үшін белгілі бір оның ішінде дұрыс ұйқы, дұрыс тамақтану, Иә. қозғалыс, иә. Иә. Сол кезде адамның миың, идеялар келу барлығы жұмыс жасайды. Сергек жүресің, әрдайым қуанып жүресің. Ол қуанып, сергек жүрген адамның бойына ешқандай ауруларды жоламайды ешқандай. Мгм. Сіз ұйқыға қаншада жатасыз және қаншада тұрасыз? Мен жаңа сөзімнің басында да айттым, намазханадамын. Мен өзім ерте жатып қаламын. Ертең таң намазына ерте тұрамын. Сосын ары қарай өзім суыма, жаңағы күндіз уақытым болған уақытта суыма түсіп келемін. Одан кейін жақсы жүремін, Керемет. сергек жүремін. Мгм. Шама Кешкі келсін, сағат кешкісін сол 10 жарымдарда жатып қалуға тырысамын барымша. таңғы 5-те тұрасыз. Таңғы 5-те тұрамын. Кейде 4:30-да түсемін. Қазір мына ораза айында ертерек тұрамыз. Ауызбектеміз. Ауызбектесіз. Оразаның да бітуіне аз ғана уақыттар Иә. қалды. Бірақ енді ораза ол белгілі қасиетті ай, бірақ оны жыл бойы да тұрақты түрде ұстап жүруге болады ғой. Аптасына 2 мезгіл болмаса да, аптасына 2 мезгіл, одан кейін жаңағыдай тұрақты ұйқы, қалыпты ұйқы, спорт, қозғалыс. Иә. Ол кезде енді мүлде керемет шығар. Ол кездегі идеяларды, ол кездегі сіздің серпімділігіңізді көзге. Қазіргі уақытта жасыңыз қаншада сіздің? Қазір жасым 50 алды. Алла жазса биылғы жыл сол 57-ге толамыз. 57-ге толасыз. Қыркүйек айында. Зейнет жасына жақында қалдыңыз, бірақ барлық спортты да, дұрыс тамақтануды да, дұрыс ұйқыны да барлығын бірге алып жүрсіз. Басталған әңгіменің де аяғы болады дейді ғой, жақсымен өткізген жарты сағат ғұмырыңа татиды дейді. Сөзіміздің қорытындысы бойынша жастарға, жалпы адамдар айтады ғой, маған мотивация жетпей жүр дейді. Көп естимін да мен адамдардың арасында, қоғамда, маған мотивация жетпей жүр, мотивацияны қайдан алсам болады деп қазір коуч жағалайтындар, бір белгілі бір кеңестерге жазылып жататындар өте көп жастардың арасында. Енді мүмкін өмір өз ала алмаған сабақты ақылы түрде алуға соған мәжбүрлейтін шығар кейбір адамдардан да. Осы орайда жастарға қандай мотивация берер едіңіз? Жастарға енді қазіргі заман бір ақыл айтатын заман емес қой. Ақыл емес. Мен айтарым, жастарға бүгінгі күні толық мүмкіндік бар да. Бүгінгі күні барлық жағынан да. Мына әсіресе қазір мына ең бірінші жастарға тек көбірек оқысын, саналы, осы қазағымның саналы ұрпағы көп болсын. Сондықтан көз ашық көкірек ояу деген сияқты. Сондықтан сол жастарымыз көбірек сол іздену керек те. Ізденбесе бүгінгі күні барлық мүмкіндік бар. Осы өзіміздің елімізден де, шетелден де алатын нәрселер көп бүгінгі күні оқыған адамдардың еңбектерімен де. Одан қалды спортпен шұғылданса, спорт денсаулық кепілі. Өзінің денсаулығын нығайтып, жаңағы мынау артық нәрселерден аулақ жүрсе, белгілі бір өзінің ойлаған мақсатына жете алады деп ойлаймын. Әрбір жастың ең негізгі мақсат сол жастарымыз аман болсын. Ең нәрсе біздің ұлттық құндылығымызды сақтай білуіміз керек. Қазақ деген ұлттың, соның ішінде солардың тәрбиесі, мына үлкен ата мен әженің, одан қалды қазақтың өзінің салт дәстүрі. Ең бірінші өз ұлтыңды, жаңағы Ғабит Мүсіреп атамыздың айтқаны, сол өз мәдениетін, ұлт салт дәстүрін сыйламаған, өз бойынан өткізіп, жүрегінен өткізіп, соны жаңағы өзінің салт дәстүрін сыйлай біліп, соны жүрегінен өткізе білген адам ең ұлы халық болады деген сөзі бар да. Сол нәрсені мен өзім жақсы бір не деп ойлаймын. Қазақ әсіресе жастар үшін керек нәрсе. Сондықтан өзіміздің ұлттық салт дәстүрімізді дәріптей білуіміз керек. Сол ойлаған мақсатына жету үшін көбірек ізденіп кітап оқу керек. Қазір осы жаңа сөзімнің басында айттым, қыздар арасындағы Қазақстан кубогы бірінші рет 30-шы осы наурыз күні мына Қаскелеңге кетіп бара жатқан мына Верхний трассаның бойында Нұраман деген спорт кешен бар. Сол жерде бірінші турнир өтеді. Және де биылғы жылы Азия чемпионаты маусым айында, және қазан айында, маусым айында Қытайда өтеді Азия чемпионаты. Және де қазан айында Америкада өтеді әлем кубогы. Соған біздің ұлттық құрама барады, Алла жазса. Соған жанкүйер болыңыздар. Аққұл қарындасым, сізге көп рахмет.
осы спортты Бұйырса Америкада иә, кездесеміз. сол осы спортты дамуға жан жақты бір көмектессеңдер, көбірек жарнамалап, айтып, халыққа жеткізіп, әсіресе осындай жаңағы аяғынан зақым алған балалар болатын болса, біз үйретуге дайынбыз. Сол балалардың денсаулығын нығайтуға бірден бір себепші боламыз. Бұл үлкен сауап іс. Сондықтан сондай осы хабарды тыңдап отқан жаңағыдай ата аналар болатын болса, жаңағыдай достары бар балалардың, может, сондай балалар естімей жүреді көбі. Сондықтан сол әлеуметтік желіге салып, сол әлеуметтік желі арқылы сол халыққа таратып, сол осындай балалар болатын болса, хабарласуға болады. Менің телефоным қазір жазылады. Және де алдағы уақытта осы тек паралимпиада спортты, осы волейболды қалай дамытуға, басқа да спорттарға келем десе, соны айтуға отыруға біз әр уақытта дайынбыз. Өмірде бағана айтқанымдай ешқандай шектеу жоқ. Өмір бір белгілі бір жағдаяттармен, белгілі бір дұрыс емес жағдайға тап болдым, стресске түсіп кеттім, депрессияға түсіп кеттім деп жүргеннен қарағанда, өмірдің әрбір минутын, секундын бағалап, себебі бізде өмірге келген күннен өмірден кеткен уақытқа дейін жақында бір керемет сөз естігем, адам 25 жасында өліп, 75 жасында жерленеді дейді. Дамуды тоқтатқан адам. Дамуын тоқтатқан адам. Сенің дамуың тоқтаған күні, сен енді тірісің, бірақ әрі қарай не мағына? Содан шығар адамдар выгорениеға түстім деп қазіргі тілмен айтып жүретіні да. Ал бірақ спорт ол қозғалыс, қозғалыс ол өмір, жұмыс та өмір, отбасы қызығы, өмірдің әрбір минутын қызық қылу ол біздің өзіміздің қолымызда, иә? Өмірге құштарлық дейді ғой, шексіз құштарлық. Өмірге шексіз құштарлығы бар адамның, ұлтын сүйетін адамның, спортты сүйетін адамның өмірде жалығуы ол мүмкін емес. Оның дәлелі бүгін 22 жасында аварияға түсіп, бір аяғынан айырылса да, 30 жыл өмірін осы отырып ойнау волейбол паралимпиада ойындарына арнаған Бауыржан ағамыздың үлгілі де саналы ғұмыры. Саналы, парасатты әрбір адам Бауыржан ағаны көріп ойланатыны анық. Мен не істеп жүрмін? Өзіңізге бір сәт сұрақ қойып көріңіз, егер де бүгін сіздің өміріңіз 12 мүшеңіз сау бола тұрып қызықсыз болса, немесе қарызда жүрсеңіз, немесе қиналып жүрсеңіз, осы подкастты тыңдап көріңіз. Өмірде өзгермейтін жағдай жоқ. Өзгерте алмайтын өзіміз. Өзгерем деген адамға әр күні мүмкіндік бар. Дұрыс ұйықта, дұрыс жүр, спортқа бар, санаң оянады, әрі қарай ізденіп, өзіңе идеялар келеді. Егер де жоқ, менде мүлдем мүмкіндік жоқ десеңіз, бүгін Бауыржан ағайдың контактысын осы жерге, телефон номерін барлығын осы подкасттың аяғына қалдырып қоямыз. Бауыржан ағайға хабарласыңыз, хат жазыңыз. Тоқтап қалмаңыз, өмірде өзіңізді жоғалтпаңыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Өзгерем деген адамға өмір жарық. Келесі кездескенше, ал бұл соңы емес. Біз әлі де сіздерге бұл паралимпиаданың отырып ойнау спорт түрінің жағымды жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Алдағы уақытта Бауыржан ағай әлемдік жарыстар жөнінде, әлемдік болатын осындай жаңалықтардың барлығын сіздермен бөлісіп отыратын болады тұрақты түрде. Келесі кездескенше.